Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Антон Макаренко атындағы орта мектебінің биология пән мұғалімі Ақшалова Шолпан. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экожүйелер. Сабақтың мақсаты экожүйелердің ауысу себептерін түсіндіру. Бағалау критерийлері. Мысалдарды талдау арқылы әсер етуші факторларды анықтайды. Экожүйенің өзгеруінің нәтижесіндегі өзгерістерді сипаттайды. Экожүйенің ауысу түрлері мен себептерін анықтайды. Пәндік лексикамызда абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлармен танысамыз. Экожүйе. Экологиялық жүйе немесе экожүйе бұл бірлесіп тіршілік ететін ағзалар мен олардың тіршілік ету жағдайындағы жиынтығын айтамыз. Экологиялық бірлік ретінде экожүйе жабық, оқшау бірлік болып табылмайды. Ол өзге көршілес экожүйелермен зат және энергия алмасуды жүзеге асырады. Экожүйе екі негізгі бөліктен тұрады. Биоценоз, тірі ағзалар және биотоп, абиотикалық немесе өлі орта. Әрбір экожүйе бір тұтас қызмет атқарады және өзін-өзі ұйымдастыру қабілетімен, үздіксіз зат және энергия ағынымен, сонымен қатар экожүйе компоненттері арасында ақпарат алмасумен сипатталады. Экожүйенің өзге ерекшелігі гомеостаз динамикалық тепе-теңдік жағдайында экожүйеде болып жататын химиялық және физикалық үрдістерді тұрақты қалыпта ұстап тұру болып табылады. Экожүйе өзін-өзі реттеуші болып табылады. Экожүйедегі даралар қоршаған ортаның өзгерістерін сезіне алады. Популяциядағы даралар саны өзгеруі мүмкін және түрлердің эволюциясы жүзеге асады. Даму экожүйенің тағы бір ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Қоршаған ортадағы өзгерістер экожүйе құрамының құрылымының және белгілі бір орта аумағындағы экожүйелердің ауысуы табиғи үрдіс. Ол жүйелі, бағытталған және болжамды үрдіс болып табылады. Экожүйелердің ауысуы барысында бір түр екінші түрді алмастырады. Осылайша біртіндеп биоценоздың алуан түрлілігі артады. Биоценоздағы түр саны көп болған сайын, ол тұрақты бола түседі. Егер қоршаған орта жағдайы салыстырмалы түрде тұрақты болса, мұндай жағдайда өзгерістер баяу жүреді. Бұл жерде қалыпты жылдамдық биологиялық уақытпен өлшенеді. Қазіргі кезде азаматтың белсенді іс-әрекетінің нәтижесінде экожүйелердің ауысуы қарқыны ұлғайып барады. Азаматтың іс-әрекетінің нәтижесінде табиғаттағы болатын өзгерістерді экожүйенің ауысымына антропогендік факторларды айтамыз. Экожүйенің дамуы және ауысымына көбінесе климаттық жағдайдың кенет өзгеруі, күн белсенділігі, тау түзілу үрдісі, жанартаудың атқылауы әсер етеді. Бұл факторларды абиотикалық факторлар деп атаймыз. Экожүйенің ауысымын түсіну үшін көлдің батпақтануын мысал ретінде қарастырайық. Алғашында көлдің бетін қалқып жүрген әртүрлі өсімдіктер жайлап алады. Уақыт өте келе қураған және шіріген өсімдіктер көл табанына жинала бастайды. Көл табанындағы өсімдіктер және жануарлар қалдықтарының көптігінен және оттек жетіспегендіктен редуценттер оларды өңдеп қорыта алмай қалады. Нәтижесінде торф пайда болады. Көл біртіндеп таязданып, біраз жылдан кейін лай батпаққа айналады. Бұдан кейін батпақтың айналасындағы ағаштар өсіп, біртіндеп орман пайда болады. Осылайша экожүйенің өсімдік және жануарлар түрі толығымен өзгереді. Бұрынғы көлдің орнына орман экожүйесі орнығады. Өрттен немесе ағаштың кесілгеннен орманның өзін-өзі қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт қажет етеді. Алғашқында жарық сүйгіш шөптесін өсімдіктер пайда болады. Оның артынша жарық сүйгіш ағаштар өсе бастайды. Осыдан кейін
қарағайлар өсе бастайды. Осылайша орманның бұрынғы қалпына келуі үшін шамамен 150-200 жыл уақыт кетеді. Экожүйенің солтүстіктен оңтүстікке қарай ауысымы. Температура, жауын-шашын, ылғалдану, топырақ және де басқа да факторлардың өзгеруінен сол аймақтың экожүйесінің бейімделген өсімдіктер дүниесі қалыптасады. Солтүстіктен оңтүстікке қарай тундра, орманды тундра, қылқан жапырақты орман, аралас орман және де жалпақ жапырақты ормандар қалыптастырғанын кездестіреміз. Ылғалдың жетіспеуінен оңтүстікке қарай дала, шөлейт және шөл зоналарының өсімдіктер дүниесі қалыптасады. Балалар, мына картадан табиғат зоналарының ауысымын байқап отырсыздар ма? Жарайсыздар. Солтүстік Қазақстаннан оңтүстік Қазақстандағы табиғат зоналарының ауысқанын байқап отырмыз. Солтүстік Қазақстанда қылқан жапырақты ормандар, қалың ормандар кездессе, міне жасыл түспен белгіленіп тұр. Ал оңтүстік Қазақстанда далалы, орманды дала, шөлді, шөлейтті жерлерді байқап отырмыз. Табиғат зоналарының ауысымына біздің Қазақстан өңіріндегі зоналарды мысал ретінде келтірсек болады. Солтүстіктен оңтүстікке қарай жылжысақ, бізде солтүстіктен қалың, қарағайлы ормандарды байқаймыз. Олардың ылғалдылығы жоғары, ауа температурасы төмен ол жақтың. Ал оңтүстікке қарай жылжысақ, ол жақта бізде табиғат зонасында дала, шөлейтті, жазықты даланы байқауға болады. Ендігі осы көріп отырған суреттен айтылымға қажетті сөз тіркестерді алып, дәптерімізге орындаймыз. Экожүйенің ауысу себептерін дәптерімізге кестені сызып, экожүйенің ауысуын жазып, және де себептерін жазамыз. Экожүйенің ауысуы мысалдарын анықтайсыздар, экожүйенің ауысуы мысалдарын себептерін көрсетесіз. Рефлексия бүгінгі сабағымызда мен түсіндім, мен түсінбедім, мен толықтырамын деген рефлексияда маған жолдаңыздар. Үй тапсырмасына 49-ші параграфты жазып, дәптерге қысқаша конспект және де термин сөздерді жазу. Өз өлкелеріндегі экожүйе ауысымын анықтап, себебін түсіндіру. Жақсы, сау болыңыздар.